Қарасаңшы, Абай атамыз не дейді? Егер де менде закон дейді, жаңағы ол кезде сөйтіп сөйлейді. Заң, жалпы мағынасы. Заң маған сондай мүмкіндік берсе дейді, адам жазалауға менде құқық болса дейді. Адамның мінезі өзгермейді деген адамның тілін кесер едім дейді. Тіктер, адамның өзгермеуі мүмкін емес. Ал енді біз намаз оқып жүрміз. Неге біз өзгермей жатырмыз? Сөйтсек, ағайындар, бізге мынандай түсінік пайда болған. Біз енді дұрыс түсіндіре алмаған шығармыз мүмкін. Біз былай айтатын едік адамдарға: намаз оқысайшы, тұзаққа түсіп кетесің ғой. Намаз оқысаң жәннатқа кіресің дегенге кейбір адамдар мүмкін болды, намаз оқысам болды, жәннатқа кіреді екенмін деп ойлап қалды-ау деймін. Жоқ, негізгісі мынау тұғын. Қараңызшы, Алла Тағала Құранда айтады: «Ва ақимус сола, иннас солата танха анил фахшаи вал мункар». Сіздер намаз оқыңыздар. Намаз сіздерді жамандықтан, арсыздықтан, лас, жиіркенішті істерден қайтарады. Негізі намаз оқудағы біздің мақсаттарымыздың бірі, ол намаз бізді жамандықтан қайтару керек еді. Тек намаз оқыдым болды деп ары қарай жүре беруіміз керек емес. Бұл намаз бізді қайтару керек еді. Қараңыз, мынандай бір түсініктер бар. Бір адам айтады: мен өзгере алмаймын, менің барым сол деген адамдар біріншісі. Екіншісі, бізде қоғамда мынандай да сөз бар. Бір жамандық жасап жүр, бір адам біледі, өз жаман әдеттері бар жаңағы. Адамға жараспайтын да жалпы. Харам тірлік болуы мүмкін. Сонда бір жігіттер айтады: мен мынау тірлігімді тастайын, одан кейін намаз бастаймын дейді. Осы екі адам жаңа Құран аятына қарсы сөйлеп қояды дейді. Қараңызшы, мен күнәмді тастаймын, одан кейін намаз бастаймын дейді. Алла Тағала айтып жатыр: жоқ, сен намаз оқы, намаз сені қайтарады деп жатыр. Сіз кімсіз? Мен күнәмді тастаймын. Жоқ, адам баласы еш уақытта күнә тастай алмайды. Сіз күнәңізді тастасаңыз бар ғой, сіз сол күн періштеге айналып кетесіз ғой. Жоқ, біз күнәні тастай алмаймыз, біз пендеміз. Сіз керек десеңіз, тәубе еткен кейбір үлкен күнәларыңыз бар. Сіз оны да бір күні пенделікпен істеп қоюыңыз мүмкін. Неге? Өйткені сіз әлсіз, ұмытшақ, жаратылған құлсыз. Ал бізді оқып жүрген намаздарымыз не үшін өзгертпей жатыр десе, онда дұрыс түсінейік, жігіттер. Біз намазымызды не үшін оқып жатқанымызды білмей жатырмыз әлі. Одан кейін көп намаз қылған жігіттердің өзімен деп айтайықшы, намаз оқып жүрген жігіттердің өзімен отырған кезде, намаз оқып жүріп деп әжептәуір жаңағы бұлай жүрміз ғой, енді мақтанған сияқты болып. Жаңағы көңіліміз толып жүрміз ғой. Намаздың ішкі парызы қанша, сыртқы парызы қанша, және ол қандай десең білмейді. Сіз енді намаз оқып жүрсіз, оның парыздарын білмесеңіз қалай оқып жүрсіз сонда? Айтқымыз келгені, бауырлар, адам өзгереді. Егер өзгерем деген ниетіңіз болса, өзгересіз. Мысалы үшін мынандай сұрақтар болады: темекі шегетін адамға намаз оқуға бола ма, болмай ма? Бұны сұрап тұрған адамның өзі темекіні тастай алмай әбден қиналған адамның сұрағы ғой бұл. Енді сіз сол жерде жоқ, темекі шегетін адамға намаз оқуға болмайды. Сен намаз оқисың ба, темекіңді таста деп бірден сындырсаңыз бар ғой, жоқ. Ол егер темекісін тастай алмаса, ол онда екеуінің біреуін таңдап тұр ғой ол. Егер темекісін тастай алмаса, ол онда намазын тастайды. Бұл темекі сауап деген сөз емес, бірақ ол намазын бастасын. Намаз оған темекісін тастатады. Намаз тастатпайды. Жалпы енді дұрысынан түсініп қалады. Алла тастатады. Бірақ осы намаз соған себеп болады.